Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 5 минутта дайын болатын пайдалы конфеттер дайындаймыз. Пайдалы конфеттер дайындау үшін бізге кез келген жаңғақ қажет. Мен бадам жаңғақтарын қолдандым. Блендерге салып майдалап езіп аламыз. Содан соң кез келген кептірілген жемісті қолданамыз. Мен кептірілген өрік және де абрикосты қолдандым. Құрманы сүйегінен ажыратып саламыз. Барлығын блендерге салып, майдалап біркелкі масса болғанша еземіз. Мінеки массамыз дайын болды. Енді барлығын біріктіреміз. Егер де жаңғақтың көп болған қаласаңыз, онда тағы да салуға болады. Конфеттерімізді безендіру үшін кокос ұнтағын, кунжут, какаоны қолдануға болады. Жарты ас қасықтан алып, дөңгелетіп, кокос ұнтағына, кунжутке немесе какаоға аунатып аламыз. Мінеки 5 минуттың ішінде шайға осындай пайдалы тәтті конфеттерді дайындауға болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және де каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.